Сәлем достар, бүгін тағы да жаңа рецепт бауырдан қуырдақ дайындаймыз. Менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа рецепттерді бірінші болып білетін боласыздар. Ең алдымен бауырды осылай видеодағыдай турап, жақсылап жуып аламыз. Одан кейін алдын ала тазаланып жуылған пиязымызды жартылай дөңгелекше етіп тураймыз. Картошканы видеодағыдай майдалап тураймыз, себебі бауыр өте тез піседі. Ал енді ыдысымызға май құйып, қызып тұрған майға бауырды әдемілеп қуырып аламыз. Арасында араластырып тұруды ұмытпаңыздар. 5 минуттай қатты отта қуырылғаннан кейін пиязды салып, араластырып жібереміз. Пиязымыз 5 минуттай қуырылғаннан кейін картошкамызды, одан кейін татымыңызға қарай тұз салып, араластырып қоямыз. Картошкамыз 10 минуттай қуырылғаннан кейін қалған пиязымызды салып, араластырып 10 минутқа қалдырамыз. Картошкамыз піскен кезде бауыр да пісті деген сөз. Өте тез пісетін тамағымыздың бетіне дөңгеленіп туралған пияз бен укропты сеуіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.